Мейірімді рахымды Аллаһың атымен бастаймын. Уа адамдар, тақуалыққа жету үшін өздеріңді және өздеріңнен бұрынғыларды жоқтан жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер. Ол сендер үшін жерді төсеніш, көкті күмбез етті. Көктен жаңбыр жаудырып, сендерге ризық ретінде жерден алуан түрлі өнім шығарды. Осының бәрін біле тұра, Аллаға өзгелерді тең көріп, серік етіп қоспаңдар. Егер құлымызға түсірген Құранның ақиқатына шәк келтірсеңдер, қане, соған ұқсас бір ғана сүрені ойдан шығарып әкеліңдерші. Сондай-ақ егер Мұхаммед оны өз ойынан шығарған деген сөздерің рас болса, онда сол бір ғана сүрені ойдан шығару үшін Алладан басқа өздерің сенетін бүкіл медеткерлеріңді, қызыл тілді шайырларың мен пұттарыңды жәрдемге шақырыңдар. Оны істей алмасаңдар, әсте істей алмайсыңдар. Ендеше кәпірлер үшін әзірленген отына адамдар мен тастардан тұратын тозақ отынан Аллаға, елшісіне және Құранға иман келтіру арқылы сақтаныңдар. Уа Мұхаммед, иман келтіріп, игілікті істер атқарғандарды сүйіншіле. Шүбәсіз олар үшін жайқалған жасыл бауларының арасы мен зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары бар. Оларға ризық ретінде сол жердің жемісінен ұсынылған сайын, бұл бізге бұған дейін де осы жәннатта яки дүниеде берілген ризық қой деседі. Негізі олардың дәл өзі емес, ұқсасы беріледі. Сырттай ұқсағанмен ләззаты өзгеше болады. Олар үшін жәннатта пәк жұбайлар бар. Олар онда мәңгі бақи тұрақтап қалады. Алла ақиқатты жеткізіп, құлдарының жүрегіне иман нұрын ұялату үшін масаны, тіпті одан да кіші немесе үлкен жаратылысты мысал етіп беруді ар көрмейді. Иман келтіргендер осы мысалдың хикметін түсінгендіктен оны Раббыларынан жеткен ақиқат деп біледі. Ал кәпірлер болса, Алла бұл мысалмен не айтпақшы, не қалайды деседі. Алла онымен талайларды адастырып, талайларды тура жолға салады. Негізі Алла сол мысал арқылы өзіне қарсы келіп асы болған азғын күнәһарларды ғана тура жолдан тайдыруда. Ол азғындар Аллаға иман келтіріп, пайғамбарға толық бойсынуға қатысты Аллаға берген уәделерінде тұрмай, серттерін бұзады. Сонымен қоса Алла бұйырған туыстық, достық, қарым-қатынастарды үзіп, азғындыққа бастап, жер бетінде бүлік шығарып, бұзғыншылық жасайды. Екі дүниеде де оңбай зиян шегетіндер міне солар. Ей кәпірлер, Аллаға қалай күпірлік қыласыңдар? Әуелде жансыз етіңдер. Ол сендерге жан бітіріп өмір сыйлады. Кейін ажалдарың келгенде сендерді өлтіреді де содан соң қайтадан тірілтеді. Содан кейін жауапқа тартылу үшін түгелдей оның дәргейінде қайтарыласыңдар. Ол жердегі, яғни жердің асты үстіндегі бүкіл нәрсені сендер үшін жаратты. Содан соң шәксіз ілімін, қалауы мен құдіретін көкке бағыттап, оны 7 қабат аспан етіп, мінсіз жүйеге келтірді. Ол барлық нәрсені толық білуші. Кезінде Раббың періштелерге, мен жер бетінде үкім жүргізетін қалифа жаратамын дегенде, періштелер таңырқап, сонда жер бетінде бүлік шығарып, бұзғыншылық жасайтын және нахақтан нахақ қан төгетін біреуді жаратасың ба? Біз бір өзіңе үздіксіз мадақ һәм шүкіршілік айтып, мінсіз кемшілігі атаулыдан ада һәм ұлы екеніңді жар салып, бір өзіңді ұлықтаудамыз ғой, деді. Сонда Алла оларға, расында мен сендер білмегенді білемін, деді.